Біз қоршаған ортамен үнемі үйлесімде өмір сүреміз. Кей жағдайда жан-жануарлардың және жәндіктердің көп мөлшерде қалаларға, ауылдарға шабуылдап, біреулердің үрейін алып жатса, біреулерді таң қалдырып жатады. Біз бүгін сондай 7 оқиғамен таныстырамыз. 2016 жылдың сәуір айында Батыс Африкадағы Гана елінің Эсенимпонг және Квассо 2 ауылы көп мөлшердегі қара жыландар шабуылына тап болды. Жергілікті тұрғындар бұл жыландарды улы деп қауіптеніп, оларды өлтіріп, ауылдарынан шығарғысы келді. Олар барлық жерде толып жүрді. Үйлерінің ішінде, төсектерінің арасында, әжетханаларында. Кейін билік араласып, жыландарды ауылдан қуып шығуға көмектесті. Сол кезде 300-ге жуық жылан өліктерін шығарды. Нәтижесінде бұл жыландар улы болмай шықты. Жыландардың бұл басып кіруін аумақтағы ыстық ауа райымен байланыстырды. Қала көшелерінен 10 бенгаль жолбарыстарын көру өте жақсы емес. Бірақ Огайо штатының Занесвилл қаласында дәл осылай болды. Жеке зообақтың иесі көптеген сирек кездесетін жануарларды тордан шығарып жіберіп, содан кейін өзіне өзі қол жұмсады. Полиция жануарларды атуға мәжбүрді. Оның ішінде 18 бенгаль жолбарыстары, таулы арыстандар мен аюлар болды. 2013 жылы Қытайдың бірнеше қалаларын 40 км/сағат жылдамдықпен ұшуға қабілетті ірі азиялық сона шабуылына тап болды. Бұл соналардың ішіндегі ең қауіптісі. Оның ұзындығы 5 сантиметрге дейін жетеді. Шілде мен қазан айларының арасында бұл сонаның шағу салдарынан Қытайда 42 адам қайтыс болды және 1000-ға жуық адам зардап шекті. Австралияда орналасқан Батеманс Бэй атты кішігірім қала ірі жарқанаттар шабуылына тап болды. Олардың саны 100 мыңнан асқан. Қала тұрғындары өз үйлерінде қамалып қалды және есік-терезелерді ашып қою мүмкіндігінен айырылды. Себебі олар үйлерге жылдам кіріп кететін еді. Бұл жарқанаттар өте сирек кездесетін ұшқыш түлкілер деп аталатын түрі болып шықты. Билік оларды өлтіруге рұқсат бермеді және бұл уақытша құбылыс екеніне сенді. Тек бір ай өткеннен кейін барып, оларды қаладан шығаруға $2,5 миллион ақша бөліп, шара қолдана бастады. Үндістанда маймылдарды қасиетті деп санайды. Сондықтан олар өздерін емін-еркін сезініп, қала көшелерін кезіп жүреді. Мәселе ел масштабына жетіп отыр. Үндістанның барлық қалаларында миллионға жуық жабайы маймылдар жүреді. Олар құжаттарды ұрлап, имараттарды бүлдіріп, адамдарды ұрады. 2007 жылы олар Нью-Дели қаласының мэрінің өліміне себеп болды. Сонымен қатар 2015 жылы маймылдар бір адамды таспен атқылап, оны өлтіріп тастаған оқиғасы да тіркелген. Билік бұл жануарларды аулап, далаға апарып тастап және басқа да жолдармен күресуге тырысуда, бірақ еш нәтижесін бермеді. 2018 жылдың шілдесінде Ресейдің Воронеж қаласы бақалар шабуылына тап болды. Ғаламтор желісінде қала көшелерінде топ-тобымен жиналып, жан-жаққа секіріп жатқан бақалар видеосы толып кетті. Әрине, бақалар бастапқыдағы жануарлар сияқты қауіпті, әрі зиянды болмаса да, өте жиіркенішті көрінеді. Жергілікті тұрғындар бұл жағдай жаңбырдан кейін пайда болды дейді. Сарапшылар болса, бұл уақытша құбылыс екенін айтып, және мұның жаңбырға еш қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Орыс-Қытай шекарасына жақын орналасқан Ресейдің Лучегорск қаласы 2015 жылы Гималай аюларының қоршауында қалды. Бірнеше минуттың ішінде қалаға 36 аш аю кіріп келгенін хабарлайды. Олардың көшеде жүрген кездегі іс-қимылы жаудың іс-әрекеттеріне ұқсайды. Нәтижесінде аш жануарлар мен адамдар арасындағы қарсылық шынымен әскери әрекеттің сипатын алды. Билік адамдарға қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін үйден шықпауға шақырды. Жануарларды қорқыту үшін бірнеше аюды атуға тура келді. Сондай-ақ адамдар арасында да зардап шеккендер бар. Аюлардың қалаға күтпеген шабуылы ормандарда қарағай жаңғағының болмауы себепті дейді сарапшылар. Азық-түліктің негізгі көзі болмағандықтан аш аюлар адамдар өмір сүретін жерлерде азық-түлік іздеуге тырысқан.